түскі асты кезде мен үйге бара жатырмын. Бір үлкен ер адам келді. Форманың сыртынан, екі сыртынан санды ішім ішіп алды. Женщина вот свойственным Барва вот так говорить, наверное, он был под чем-то, наверное, не эти. На самом деле, многие из них делают это целенаправленно. Никакой, не в состоянии аффекта, такого ничего обычно не бывает. Қасым аласа жақындап келді де, бетімнен сүйе бастады. Айнаш, вот у тебя грудь выросла, что ты не носишь бюстгальтер? Біздің бетемшесіне тағып берген нәрсе. Ой, это любимое занятие. Қыздардың артын телефон алып отырды. Иә. Мен тартпайды, мен неге қорқадым. Мен ойладым, менікі неге тартпайды деп. Я не такая, как все. Тартыңдаршы, пожалуйста, дейсіз да? Беріп жатқан кезде мен қолымды бүйтіп сипап тұрып алып тұр да. Бұл деген енді айта алмайсың да. Достар, біз бүгін көптен күткен бірнеше уақыттан бері айтып жүрген подкастты бастаймыз. Алдымен біз қыздарды таныстырайық. Менің жанымда Әйгерім. Әйгерім бізде актриса. Осы салада бірнеше жыл жұмыс жасап келеді. Біздің тұрақты жүргізушілеріміздің бірі. Өзің туралы қосарың бар ма, Әйгерім? Жоқ. Уақытта білетін боласың. Сөйлеп аша бересің ап жан-жағынан. Бәріне сәлем, менің есімім Мөлдір. Мен қоғаммен байланыс саласында, бұқаралық ақпараттар құралдарымен байланыс саласында жұмыс істеймін. Рахмет. Кейінгі Не жақсы көресің? Жеке уақытында немен айналысасың? Мен әлеуметтік желіні өте қатты жақсы көремін. Өте қатты жақсы көремін. Менің хоббиім, жұмысыма айналып кеткен хоббиім десем болады. Сондықтан да ойды ашық айту, пікір алмасу мен үшін сүйікті істің бірі. Бізде Айнаш екі тілде сөйлейді, әсіресе орысша көп сөйлейді. Я, так что не обижаемся, друзья. Достар сәлем, менің есімім Айнаш болады. Мен қоғам проектісінің мүшесімін. Қыздар осы мен проектке шақырып, енді, сказать, соведущая болып саналамын. Өте қуаныштымын я осында отқаныма. Пока что все. Білген шығарсыздар? Мен де өзімді таныстырайын ба, бола ма? Әлде қалай? Жоқ, бізде сүйікті де сүйкімді Каспия Ньюс арнасының тележурналисті Алтынай Серікбай деп айтып жіберейік. Здесь должен быть конфетти. Да. Негізінде біз осы подкастты көптен бері ойлап жүргенбіз. Неге бізде жоқ, неге қыздар арасында бір өзара әңгімелесетін, өзара ой бөлісетін деп сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Подкасттың тауы енді біз келісіммен қазір бір дейміз деп атадық. Қалай түсінесіздер, қалай қабылдайсыздар, енді оны өздеріңіз білесіздер, бірақ біз бұл жерде жалпы қыздар арасындағы бірнеше тақырыпты алдағы уақытта бөліп осы қозғайық деген ойымыз бар. Айтамыз. Көрсетеміз. Сондықтан күтіңіздер дегіміз келеді. Бүгін енді жалпы ең алдында қыздардан сұрағым келеді. Қыздар, жеке шекара сіздер үшін не? Болмаса жеке шекараларыңызды қалай қорғайсыздар? Минутная пауза. Енді қазір әлеуметтік желі дамыған кезде жеке шекараны естімеген адам жоқтың қасы сияқты. Егер орыс тілді көрермендер болса айта кетейік, личные границы, жаңағы жеке дамыту, менторство, сіздің вселенныймен байланыспен қоса жеке шекара деген ұғым өте жиі айтылады. Трендтегі өте пайдалы. Хороший тренд. Өте пайдалы тренд деп айтуға болады, бірақ та оны етене түсіне бермейтін адамдар болуы мүмкін. Менің пайымдауымша, менің түсінімде жеке шекара сіздің қалай айтсам болады, целостность деп айтады ғой. Сіз өзіңіздің меніңізге ешкімнің қол сұқтырмауына, ол физикалық немесе менталды тұрғыда болуы мүмкін. Сол бір денсаулық деп айтайықшы, саулыққа кіреді ғой барлығы. Сол шекара менің пайымдауымда. Былайша алған кезде физикалық менталды да адамның өзін-өзі тұлға ретінде қалыптасуы, қабылдауы да. Қабылдауы. Енді жаңағы айтып өтті ғой, бір жағынан мен
отбасыма, өзімнің жеке, мысалы, өзіме деген жұмыс орныма, дініме, жалпы өзіме қатыстың барлығы өзімнің жеке шекарамда болады. Мысалы, қандай жағдайда сенің жеке шекараңды бұзады адамдар? Жиі бұзатынын айтшы. Жиі бұзатын? Ондай кезде көп болады енді. Бір есіңе түскен. Есіме түскен кезде біздің қоғамда ол непроизвольно происходящая вещь негізінде. Есің кейде тіпті тіпті ғой, Иә. соған тіпті кейде мән бермей де қаласың негізі. Иә. Солай болу керек Привычная вещь, болады, иә. Мысалы, енді қалай айтсам екен. идентификация жасау қиын ғой. Иә. Өйткені сен нақты не екенін білмей қалсаң, ендені кітаптан оқу арқылы ғана түсініп, оказывается, сол кезде менің жеке шекарама кіріп кеткен екен ғой ол кісі деп ойлауым моменты мүмкін. такие вспоминаешь. Иә. Бірақ ол ең үлкен жеке шекараға кіру ол сенің манағыдай күйеуге шықпайсың ба деп. О, Тікесінен сұрайды, Иә, тумай иә, таксисттер. Прям менде болады, біз қазір Жасы сіздер 25 көретін ке тақырыптан бүйтіп фук деп ауытқып отқан шығар. проблема 21 плюс дейсің. Қызық болсын дейсің да. Бірақ сондай да бізде жеке шекараны бата болып сыйламайды, сенің көрінген адам келеді де. 25 жас кеттіңіз, мен күйеуге шығу керек қой. Жігітің бар ма дейді, ойшы. Сіз кейде танымайтын адам сұрағанда, иә, тұрмыстамын дейсің. Енді ары қарай, чтоб Жалғастырмау үшін ба, иә, менде универде болған ондай случай. Сол баналы, почему, вот мы, получается, 4-й курс, и готовимся к защите диплома, вот мы собираемся ГОС пройти, и в этот момент один парень встает, мы там, получается, аудитория из одних девочек состоит, этот парень встает, нам всем говорит: қыздар, сендер түсінесіңдер ма? Сендер қазір кәрі қызсыңдар ғой уже, не істеп жүрсіңдер 4 жылдан бері күйеуге кетпей дейді. Күйеуге кетпей, ол кезде енді андай грубо айтылып бар ғой. Мен қазір более мягко говорю. Шықпаймын. Да. Потом қыздардың бәрі все молчат. 2016 жылда ондай личные границы деген зат көп айтылмайтын болды, ондай заттар болған жоқ бар ғой. Қазіргі кезде ғой ментальное здоровье, эмоциональный интеллект, личные границы деген заттар туралы көп айтылады. Сол кезде мен тұрдым да, оған айттым: сен вообще қандай қақың бар бізге өйтіп айтуға? Займись собой деген сияқты. Ол сол кезде түсінбей қалып тұрады да, маған айтады: мен дейтін, конкретно саған айтып тұрған жоқпын ғой дейді. Мен басқа қыздарға айттым дейді. Мен айтамын: мына жерде енді мен қыз бала болғасын, маған да қатысы бар ғой сен айтып тұрған сөздердің. Ол сөздердің сенің маған неприятно, например, ауыр тиеді. Каждый қыздың өзінің мақсаты бар, цели бар. Не обязательно это замужество, например, скажем так, да? Как-то так. Так что, пожалуйста, не говорите про это. Жеке шекараңды қорғауға деген Иә. бір сол кезде мүмкіндік болды ғой да сенде? Мүмкіндік болды. Просто у меня андай личные границы дегенді ол кезде айтылмағанмен кішкентай кезінен бастап, я как-то изнутри это ты чувствуешь, что человек перешел черту бар ғой. И мен сол құттай кезінен бастап бір адам маған ұнамайтын зат айтса, либо маған андай ауыр тиетін зат айтса, көбінесе оған ответ қайтаруға тырысамын, иә. Вообще, мен үшін личные границы деген это неприкосновенность личности. Вот, если так вообще взять. Айнаш айтады да, Айнаш айтады бізде, шықтым, айттым дейді да. Мысалы, мен өзім байқаймын, өзімнің тарапынан. Жұмыста болсын ол, болмаса қоғамда болсын, осылай айтқан кезде сен пікіріңді айтып шығасың ғой, мысалы. Олай емес деген секілді. Сен бір қоғамның пікіріне қарсы екеніңді көрсетсең, понятно, что он күйеуге шықпайды. Высокомерная. Сол үшін сен байсыз жүрсің дейді ма? Иә. Сен еще күйеу алмауы мүмкін. Характер, наверное. Вот сондай нәрселер да бізде. Неге мен енді жеке, былайша айтқанда, неге жеке шекарадан былай қазір басқа темаға тақырыпқа ауысып кетеміз. Дегенмен қыздар, осы меніңше өз-өзіңді қорғау, жаңа айтқанымыздың өзі, өз-өзіңді қорғау, сауаттылық деген нәрсенің өзі осы жеке шекарамен байланысты. Әрине. Мысалы, сіздерді қай уақыттан бастап сен жеке адамсың, саған өзгенің қол сұғуына болмай, тілмен де, қолмен де деп қай уақытта айтты екеулер. Жалпы ондай бір жыныстық тәрбие туралы, жеке адам ретінде тәрбиені қай уақыттан бастап игере бастады сіздерге? Мен айтайын ба, былайынша жеке тұлға ретінде сен мөлдірсің деп айту, ол ес білгелі болды.
ол меніңше қазақ қоғамындағы көп балаларға да тән деп ойлаймын. Жаңағыдай қонақтық болатын болса, обязательно саған тост береді. Сен өзіңнің ойыңды айта аласың, сен тақпақ айтасың, сен аястадан сыйлық аласың. Ол сенің тұлғалық дамуың осы өз қалпымен жүріп жатады да, бірақ мен деген жыныстық тәрбиең ол жақта үнделмей қалады деген нәрсе ғой. Жаңа сен барсың, сен мөлдірсің, сен миың бар, бірақ сен жынсыз адамсың деген сияқты нәрсе ғой. Иә, әрине, жаңағыдай сүйісіп жатқан сцена болатын болса, телевизорды көрсетпеу, не болмаса жыныстық органның атын айтпау деген нәрсе бәрі бар ғой. Бірақ ол не означает, что сені тұлға ретінде қабылдаған жоқ деп, жай ғана так не принято. Ол сенің ата-анаң солай тәрбиеленді, оның ата-анасының ата-анасы тәрбиеленді, және сен амалың жоқ сол тәрбиеге түсіп кеттің деген нәрсемен келеді. Ал енді осы жерде мөлдірден сұрақ қойсақ, мысалы саған тиюге болмайды. Уже бір танымайтын кісі сені шақырып конфет берсе, алма деген нәрсені, болмаса сенің өзіңнің жеке былайша айтқанда саған тиісуге болмайды деген, бір жеріңнен ұстатпа деген нәрселерді айтады ма дейді? Әрине, ол енді сыртқы ортаға шыққан кезден басталды. Мысалы, балабақшаға барған кезде басталды деп айтуға болады. Ол сені кішкентай бала, сенің құрдастарың саған тиісуі мүмкін, немесе басқа адамдар тиісуі мүмкін. Енді мен басқа көптеген балаларға қарағанда мен жолым болды деп айта аламын. Өйткені 5-ші сыныпқа дейін мені ата-анам өз қолымен мектепке апарды. Мен жалғыз өзім мектепке барып, немесе қайтып келген кезім болған жоқ. Өйткені ол заман талабы болды, кейін үйдің кішісі болғандығым, өйткені менің үлкен әпкелерімде ондай жағдай болған жоқ. Олар өздері барып, өздері келіп жүрді. Ал менде сондай мүмкіндік болды. Бірақ та айтқым келеді, это не означает, что это тебя защитит. Өйткені мен мысалға 5-ші сыныпқа дейін мені апарды ма, маған ең бірінші харассмент 6-ші сыныпта болды. Мысалға көшеде. Себебі 5-ші классқа дейін тек кішкентай өйткені оларда мүмкіндік болған жоқ, ал қоғам мені жасыма қарамайды ғой. Мен без защиты шыққан кезімде 6-ші сыныпта уже болды да. Мен мектептен келе жаттым. Мен 2 немесе максимум 3 аялдамада тұратын мектепте оқыдым да, 3 мектепте оқыдым мысалға. Адамдар шұбырып жатыр, біріншісімен бітті, получается, түскі астың кезінде мен үйге бара жатырмын. Шалқыманың алдын бәріңіз білетін шығарсыздар, соның арасында өтіп бара жатырмын. Бір үлкен ер адам келді, форманың сыртынан, юбкам сыртынан санды шымшып алып. Адамдар шұбырып жатыр. Манағы алдыға 50-лердегі шығар. Адамдардың бәрі толып өтіп жатыр, олар өткенін байқамайды. Айнаш манағы айтып кеткен нәрсе оцепенение. Сен қатып қаласың, сен құлағың шуылдап жатады, сен терлейсің, сен сөйлей алмайсың. Ал ол ер адам сол күйе шымшыған күйі маған қарап тұр көшеде. Біз екеуміз осылаймен тұрмыз да, мен кішкентаймын, 6-ші сыныпта оқимын. Жүрегімді қолыма алдым, зырылдап жүгіріп өйтіп бара жатырмын. Ана кісі тұр маған след смотрит да мысалға. Одан кейін мәз болып, в том-то дело мәз болып. Өйткені оған нормально. Былай болып қарасаң, жұмысымен шұбырып кетіп бара жатқан адамға не деп те айтасың да? Мына кісі шымшып алды, ол жоқ, мен шымшыған жоқпын, қолым тиіп кетті деуі мүмкін, сен оның бәрін прокручиваешь в голове. Кейін солайынан қалды. Айтқым келетін сол, көшедегі мана сенің жеке шекараңа қол сұғатын адамдар, ол сені тәрбиелемеді дегенді білдірмеу мүмкін да, отбасында айтылуы мүмкін, сен жеке тұлға екеніңді де өсіруі мүмкін, бірақ шындық басқаша. Өмір өтіп жатыр. 5-ке дейін мені қорғады, 6-ші сыныпта уже менде уже болды да сондай попытка. Кәдімгідей былай қарасаң, қарамай қалған сәтте болатын сияқты сондай оқиғалар кейде мысал алған кезде. Біз жақсы келіп, жақсы айттық, осы қорғау, мөлдір жақсы айттық. Қыздар сендерде қай уақытта ең бірінші тікелей арасында, тікелей кездестіңдер? Біз енді жаңағы кішкентай кезімізден бастап айтты деп айта алмаймын. Ол енді бір тіл сияқты ғой, мысалы тілді біз отырып үйретпейді бізге анамыз мысалы. Мынау былай, мынау деген, мынау мысалы стакан деген, мынау кесе деп айтасың деген сияқты. Біз естіп, көріп, сосын үйреніп, содан кейін барып сөйлейміз да. Бірақ мен өз басым, бұны енді ешкім білмейді. Эксклюзив. Ол кішкентай кезімде бір 4-5 жасымда болды ау. Бір ер адам всегда үйге келетін, ол кісі енді андай жұмысшы ретінде ма, мен өзім есімді толықтай білмеймін, 4-5 жас қой енді. Сол кезде бір өзінің олқылығын көрсеткен, содан кейін жылап жаңағы ағам ойнап жатыр екен, соған жүгіріп кеттім. Бірақ мен айтқан жоқпын ол нәрсені, мысалы, әлі күнге дейін үйдегілер білмейді. Үйге барғанда сұрауы да мүмкін, не болды саған деп. Мысалы, сол кезде былайша айтқанда құрылысшы ма, сол ремонт жасайтын кісі ма, саған мысалы басқа бала ретінде емес, уже бір объект ретінде қарап тұр ғой, былайша айтқанда. Енді ол кісі банағы
ішімде кішкен болды ма или сондай мен дұрыс өзім де білмеймін, бірақ әйтеуір сол бір жаман кез есіме түседі да сол жағдай. Женщина вот свойственным Барва вот так говорить, наверное, он был под чем-то, наверное, не эти. На самом деле, многие из них делают это целенаправленно. Да. Никакой, ни в состоянии аффекта, такого ничего обычно не бывает. Они, да, көбінде тауып отырады ғой, например, ұстап жатқанда сол преступниктары, которые посягнули на чью-то личность, соңында психологическая экспертиза не жүргізгенде психическое состояниясына выясняется, что они полно уравновешенные люди, ешқандай отклонениесі жоқ. Және одан кейін мен үйде қорқатынмын шынымен. Келіп қала ма, келмесе екен енді деп сондай. Ал одан кейін де келіп жүрді? Одан кейін мен көрмеген сияқты. Бірақ сол кезде сені Құдай сақтады, егер де ағаң сол жерде ойнап жатпаған болса, мүмкін. Ағамның атын айтып мен жүгіріп қасына барғанмын. Өзім қатты қорқып кеттім есімде. Бірақ түсініңіз, андай бір мысалы кейде болады, балалар түсінбейді да не болып жатыр. Сен түсініп тұрсың да уже? Мен түсініп қалдым, ол кісінің басқаша ойы бар екен. Сосын бірден қашып кеттім. И все-таки, наверное, это генетическая память дейді ғой, сондай бір зат болар. Мысалы менде, мен мамам жалғыз қызымын, сосын да шығар, маған кішкентай кезімнен мен помню, 3 жасымнан ба маған үнемі айтатын да, далада кісілермен барма, ерме, біреу жақындаса шыңғыр, айқайла, ешкімге естетпе деп солай үнемі айтатын. Негізі бана мөлдір дұрыс еді, айтқанмен ол іске келгенде екеуі мүлдем түрлі нәрсе да. Мен ең бірінші рет расымен 11-ші сыныпта кездестім. Бұл да шок контент дейді, өйткені ешқашан еш жерде айтпаған былай тікелей. Мен кәдімгі біздің ағайымыз бар, сабақ береді бізге актерлық шеберліктен. Мен мұндай дарынды балаларға арналған мектепте оқыдым. Ол кісі қазір жер басып жүр, және осы Атырауда тұрады. Аты жөнін айтпайын жүреді, қанша дегенмен. Ортасында сыйлы кісі деш? Ортасында сыйлы кісі ғой. Режим Ксении Собчак включить это, сұрайын ба аты жөнін, да, такая, допытываться это. Сосын сабақта болды, сосын оның алдында біздің сыныптас балаларымыз айтатын, ағай қыз біздің класстың қыздарына басқаша қарайды. Бүйіріне қарайды, кеудесіне қарайды деп. Мен ондай назарыңа алмайсың, мен бір көркем сөз оқуларын дайындап жүрмін, неге? Бардым. Ағай мені дайындап жатыр, бір кезде қасыма алса жақындап келді де, бетімнен сүйе бастады. Мен тұрым, мен білмеймін, не болып жатқанын білмеймін, мен просто тұрым. Сөйлеген жоқ. Бірінші маған өлеңді осылай оқы, кеудеңді көтер, мойныңды көтер деп айтты, даусыңды шығар. Мен істеп жатырмын соның бәрін. Ағай мен қолыммен бүйтіп мойнымды, иығымды ұстап жатыр да. И бір кезде барды да, мойным бетімнен сүйе бастады. Сосын мен тұрып қалдым. Сосын не помню, что көзімнен жас ағып жатыр. Ой, ужас. Сосын мен тұрдым, сен неге жылап жатсың деп, шығып келейінші дедім, сумкамды алдым, кетіп қалдым. И мен помню, қыздар андай болады ғой, как будто мен күнәлі сияқты. Әрине. Кітапхананың қасына барып жылап тұрғанымды білем. Еңіреп жылап жатырмын. Бәрі келіп сұрайды оқушылар, не болды дейді. Бір жерің ауырып тұр ма дейді. Ауырып тұр. Мектептің ішінде болып жатыр ғой. Мектептің ішінде. Класстың ішінде болып тұр. Екінші этажда, екінші қабатта. Ол не мен әлі. Қыздар, сен айтып кеттің ғой бана, қыздар естіп жүрді, айтып жүрді деп, ұлдар айтып жүрді. Ұл балдар айтып жүрді деп, сонда неужели ешқандай педагогический составқа осындай адам бар екенін жеткен жоқ, хотя бы слух болса да? Ол жағын білмеймін, мүмкін олар расымен естіген де шығар, білмеймін. Бірақ мен сол жерден жыладым, сосын шықтым, үйге бардым, бір қуанатын жағдай, ол мен соны мамаға айттым. Бірден, ағай мені осылай бетімнен сүйді, менің денемді ұстады деп. Бірден мама сразу деп кеттік деп, мен жалынып жатырмын да, типа, керек емес, мен ол кезде сауатты емеспін, ол кішкентайым подросток ғой, жасөспіріммін. Мен жалынып жатырмын, маған күледі бәрі, оны класс білмесін үшін, айтпайықшы. Мама айтады, мен қазір пресс-служб шақырамын, бәрін шақырамын, шығартамын оны жұмыстан, ол мынау дейтін болмайтын, мынау заңсыздық деп жатыр. И мен дірілдеп жатырмын, айтпа, мен қорқамын, мен ұяламын, айтпа. Содан не істедік, мама жарайды, онда хотя бы жұмыстан шығартайық деп. Директорге телефон соқты, директор сол күні оны жұмыстан шығарып жіберді, және айтты, бұл қорқып тұр, ұялып тұр, көпшіліктің арасында бұл белгілі болмас деп. Әрине ол бірақ та барлық мұғалімге жетті. Енді қазір енді маған өте нормально. Ол басшылық арқылы ғой, иә? Келесі бәрі саған аянышты көзбен қарады. Буллинг басталған жоқ қой. Аянышты көзбен қараса жақсы ғой түсіндім. Ол жерде андай болған шығар, бір кейбір біздің любимый коллегамызды шығарып жіберді. Жоқ, өзі шығарды. Кстати, да. Білмеймін ғой, мүмкін ондай да болған шығар. Бірақ сол мұғалім мектептен шықты, және мұғалімге менің мамам телефон соқты. Сол мұғалімге? Иә, не үшін сен ол қыз
өйтіп жасадыңыз деп сұраған кезде айтады ғой мен ол кісі ол өнер адамы ғой сезінсін дедім дейді. Мама сосын помню мама айтқан вот мен қазір саған милиция шақырамын сосын сен көресің сезінерсің деді ма? иә сөйтіп айтты да. Именно әлі күнге сол үшін мамама былайша айтқанда анама ризамын да. Әрине. Мені жақтағаны үшін қазір мен естимін что қаншама адам жақтамаған, қызына сенбеген, қызын ұрған, мұндай да жағдайлар өмірде өте көп. Өте көп, иә. Осы тұрғыда есіме түсіп отыр, документальный фильм көргенбіз, шықшада гимнасткалар үлкен Тренер туралы ма? иә тренер туралы доктор есімін ұмытып қалып тұрмын. Кәдімгідей осы 3-4 жыл бұрын кәдімгі үлкен болып қозғалып тұр. 20 жылдан бері Олимпийская сборная дайындаған тренер сияқты, иә. сосын жаңағы бір университет бар тоже ұмытып қалып тұрмын атын. Сонда ол балалармен жұмыс жасаған 20 жылдан астам уақыт бойы қыз балаларға ол зорлық зомбылық көрсеткен. Қандай тұрғыда ол бірінші психологиялық тұрғыда қызбен сөйлеседі. Мысалы гимнасткалардың өмірі өте қиын негізі. Физикалық тұрғыда, моральдық тұрғыда оларды жеп тастайды. Мен шаршадым, мен ауырып тұрмын деп айтуға болмайды. Себебі сенің орнында тұрған қаншама адам бар дайын. Сол үшін қыздар үндемейді, барлығы ұрсады тренерлардың. Ал жаңағы доктор оған жаңағы басқаша мейірімді жүзбен қарайды. Сондықтан балалардың бәрі оған сенеді. Ака психолог Спаситель. Иә, сосын жайлап сөйлеседі, сөйтеді жаңағы. Одан кейін әуретшілерін ұстайды екен қыздар, неше түрлі нәрсе жасайды екен. Сосын ата-анасы отырғанда да ол кісі сол жаман ойын іске асырады екен. Ал ол жердегі бала ойлайды екен, менің анам отыр ана жерде, значит это правильно, болды, бұл дұрыс деген сияқты сөйтіп ойлайды. 20 жылдан астам, ойлап қараңыздар, 20 жылдан астам қанша бала болды ана жерде, қанша қыз баланың өмірін сен қазір жасаған кезде сен бағанағы өзің ауруыңды ұмытасың дейді, аяғы ауырып шықса аяғың жазылады деп солай алдап келген. Бірақ қыздар бар ойланатын, осы келе ойланады ғой, ой жасайды маған, үйге өйтеді деп ата-анасына айтады, ата-анасы сен бүйтіп қой, ол күшті кісі, олай ойлама, бәрі жақсы адам деп ойлайды. Сосын жаңағы тренерін айтады, тренер енді сен шығып кетіп жүрма дейді, маған артық проблем керек емес. Сөйтіп жаңағы арыз жазады, ол арызды жауып тастайды бірден етіп. Содан кейін бірнеше жылдан кейін жаңағы ана кісінің үйінен жаңағы кассеталар табады ғой, дискалар. Ішінде неше түрлі видеолар бар. Детская порнография. Детская порнография. Сосын ол кісіні бағанағы сөйтіп соттайды, сотта алдымен 86 қыз бала келіп арыз жазады, артынша толып неше күн бойы сот жүреді, 156 қыздар келеді. Оның ішінде олимпийский чемпиондар да бар, қыздар келіп мойындап айтады. Ол оңай емес дейді, айту. Бәрін көзінше пресса, қырғын елден келіп тұр, шулап жатыр. Сол жерде қыздар бәрін айтады, осылай болды. И бір қызығы, жаңағы доктор ол өзінің кінәсін түсініп тұрған жоқ. Ол андай етіп жазғанда, қыздар ол типі берілмеді өздері деген сияқты. Қаламаған қыздардың бұл жылданар несі деген сияқты. Сосын сот алады да, мен сізге 175 жыл соттаймын деп. 175 жыл деген ол өмірінің соңына дейін. Бұл жерде енді бұл психологиялық ауру ғой ол кісіге, иә? Мен енді солай ойлаймын, тағы да Айнаш бізде ақтап жатсың немесе. Бірақ енді Айнаштың өзіңде болды ма осындай жағдайлар? Меніңше сенің бағыңа орай болмаған сияқты, иә? Тікелей. Такого, чтобы ко мне вот так прикасались, все дела, такого я не помню, кажется, не было. Но бесінші класста менде бағанағы айтып кеткен случай болған, когда енді подростковый периодта қыздар енді резко начинают расти во всех смыслах, скажем так. И сонда я была крупная среди своих одноклассниц, и получается, и у меня и грудь, получается, как бы выросла. Я умрауым шықты, өсті, я, бірақ, не знаю, нормально вроде бы. Табиғи процесс ретінде дейсіз. Как-то ты не обращаешь на это внимания, пока кто-то тебе не говорит, а вот, оказывается, у тебя что-то такое выросло, появилось, деген сияқты. Для тебя это все нормально, ты это принимаешь в себе, деген сияқты. И получается, мен бір одноклассникам тұрады да, айтады, Айнаш, вот у тебя грудь выросла, что ты не носишь бюстгальтер, дейді, маған тұрады да. Я говорю, с какой стати я должна носить, мне так комфортно, мне так нормально. Бесінші класста қыз, қайдағы бюстгальтер, я себе, ойын, құттай баланың, ну, құттай баласың. Вот, слушай, до сих пор как бы дитя, да, скажем так, ты даже не думаешь ни о чем таком.
Вот, сосын дейтін екеуміз сөзге келіп қалдық қатты, и сол кезде екеумізде началась драка. Раз на раз шықтыңдар ма? Раз на раз дегенде, я прям андай екеуміз қатты кетіп қалдық. При этом одноклассники просто стоят и смотрят. Стоят, смотрят, смеются. Для них это все смешно. Ойын, да. Для меня это было обидно ол кезде. Сосын екеуміз қатты сөзге келіп қалғаннан кейін ол бала алды, менің көзімнен бір берді. Да. Ой, Екі мәрте жертва болдым деші. я получила свой фигал. Ладно. Сосын үйдегілер сені жақтады ма? Үйдегілер, иә, мен үйдегілерге барып айттым. Үйдегілер ағам, папам келді. Ол баламен сөйлесті. Ол бала өзінің айтқан сөздерін дұрыс емес екенін мойындаған жоқ. Он как-то стоял андай позицияда, типа, я сказала правду деген сияқты бар ғой. Хотя, кто просил его говорить эту правду? Скажем так, я просила, нет? Да. Ну, как-то все это замялось, забылось. Парень ушел из школы. Все. Ал кейін сыныптастарың арасында буллинг басталған жоқ па? Ол нәрсе туралы. Буллинг это уже отдельный тақырып сияқты, но енді буллинг болды. Сол кейсқа қатысты. Жоқ, ол кейсқа қатысты болған жоқ. Ұмытып кетті, иә. Боялись, наверное. Мектепке келейікші, сол ғана әлі біз негізі мектептің аясындамыз ғой. Қыздар мектепте жігіттердің, ұлдардың тарапынан қандай да бір қарасына көрген кездерің болды ма? Жалпы сендер бірдейсіңдер, оған тиіспе деген нәрселер айтылатын еді. Былай айтайыншы, жасөспірім кезге аяқ басқан кезде, ол барлық, біздер әртүрлі мектепте оқыдық қой, былай қарап тұрсаңдар, бәрінің басынан өткен шығар. Қыздың белдемшесінен тарту деген нәрсе. Ой, Ол это любимое 6-шы сыныптан бір 8-ге дейін болатын шығар. Жаңағы сен айтқандай кеуде өсіп бастаған кезде кейін белдемшемен юбканың етегін тарту. Ол далада болуы мүмкін. Одан сорақысы уже сенің 5-й точкаңнан бір шапалақ алу деген нәрсе ғой. Оны мен мұғалімдер білмейді деп те айта алмаймын. Меніңше олардың барлығы кәдімгі табиғи ұлдар да қыздар да өсіп жатыр ғой деген нәрсе ретінде қарайтын сияқты. Сексуалды дамулары деп қабылдайды. Иә, сол, бір бөлшегі ретінде қабылдайтын сияқты. Өйткені, вот мысалға біз егер ата-анамыздың нәсіресінен айтсақ, оларда қыздың өріліп тұрған шашынан тарту деп болды, мана қырындау, бір бала махаббатқа алып келетін нәрсе. Значит, ты ему нравишься, да? Иә, демек сен ұнайсың деген бір балалық бір пәк көңіл білдіру деп қабылданды ғой. Ал біздің кезімізде 21-ші ғасырда ол басқашаға аунап кетіп тұр ғой, мысалға. Кеудеден тарту, немесе манаға кеудешенің бір телінен тарту деген нәрсе болды. Біздің мектепте білмеймін, сендерде болды ма? Немесе шешіп жіберу, немесе белдемшені көтеріп жіберу. Бірақ та бір коллективні барып класстағы қыздар апайға жалобы жасаған көрмеппін, манағыдай біздегі мектепте балалардың бәрі тартып жатыр деп. Қабылдаймыз ғой, мысалы. Хихи-ха-ха деп забывается, иә. Деп ойын. Сол. Сабақ оқымайсың, жүресің. Сол ғой? Иә. Мысалы, старост ретінде мысалға болды. Біздер жинап бір мұғалімге айтасың, мұғалім бір жиналыстың үстінде айтуы мүмкін, қыздардың ой жерден ұстамаңдар. Бірақ тыңдайтын ұл бар ма, жоқ қой әрине де. Это же мальчики дейді или... Әрине. Сіздерде андай болды ма, бір 7-8 сыныптарда барлық ол сыныпта болатын сияқты. Қыз жігіттер келеді де, қыздың мына жерінен ұстайды. Сыбырын не қарайды да. Мына жерінен ұстайды да. Дейді бір-біріне қарап. Не знаю, я как-то пропустила этот момент. Менікі ма? Не істейік? Бандан бері бос сөйлеп отырсыңдар өзі. Болды. Оны үшін істейтін еді? Иә. Сосын жүрісіне, ана жүрісіне қарайды. Сен не істеу керексің деп ұстаған кезде? Я помню, әйтеуір не 5-й точканың формасына қарайтын болған дейсің де, иә. Кейде болады бір қыздар мужтенді білмейді. Андай талтақтап жатады, шашап жатады, сол қарайды. Иә. Все с ней понятно. Болды, 10 сыныпта, 8 сыныпта, сондай бір теманы ауырып бәрі. Барлық балдарда болған сияқты ғой, ондай тема, да? Именно сол 8. Вот это у меня не было трогательного, остальное, кажется, да. Бірақ соңғада да мен Со мной нет, но просто я видела, что парни такое делают. қыздардың атын біліп оны қорқады ғой. Иә. Көже қалып қойдым, білмеймін неге қорқадым ма. Не ойлайдым, менікі неге тартпайды деп. Я не такая, как все деп. Тартыңдаршы, пожалуйста, дейсіз, да? Тартыңдар деген болған жоқ, бірақ ойлайдым неге тартпайды. Сонда мен
прокаженная тартпайды дейсің. осы нәрсені мысалы мен жігіттерді білмеймін, бірақ қыздар өзара осылай отырады ғой. Иә. Біз түсінеміз да, что шынымен сен өзіңді кінәлі сезінетіңді іштей, және оның сол кезде расымен ештеңе жасай алмаған, үндемей қалғанын, жыламағанын, шыңғырмағанын деген сияқты, айқайламағанын болмаса. Енді қазір бұрындары ойлап келген шығармыз, егер де жертва ретінде қыздар болатын болса, қазір ұл балалардың да көптен сол нәрсеге тап болып жатқанын естиміз да. Енді біздің елімізде дүр сілкіндірген бір нәрсе Абай ауылындағы бала шығар, кезіндегі ол неше 2018 жылдар сияқты, иә. Қазір көреміз, шынымен де бастауыш сыныптың ұл балаларын, үлкендеу сыныптың балалары манағы зорлық-зомбылық көрсету деген сияқты нәрсе. Бұрын тиын жинайтын еді. Иә. Қазір күш көрсету уже басқа формаға ауысқан ғой. Енді заман талабы ма, ол білмеймін. Заман талабы емес, точнее, заманның көрінісі шығар кішкене. Иә. Адамдардың енді ол кезде салыстырған кезде де ол кезде TikTok болған жоқ, әлеуметтік желі болған жоқ. Балалардың да уже бұрынғы балалар емес олар. И мне кажется, бәрі просто көріп тұр да. Жыныстық сауатты емес, бірақ олар осылай жасауға болады екен деп ойлайтын шығар. Үлкендер солай жасап жатыр, бізге жасамасқа. Просто вы не заметили, мир сам по себе становится более жестоким. Соответственно, дети тоже. Отсюда все идет. Бірақ менің енді қуанарлық жағдай, манағы сол ұл балалардың кейстарын біздер біліп жатқандығымыз. Мысалға, қанша сол жастағы кішкентай қыздарды біз білмейміз, өйткені олар тек бір 25 немесе тұрмысқа шыққаннан кейін ғана ол жағдай туралы айта алады. Когда ол адамдардың сүйегі шіріп біткен, ешкім оларды жазалай алмайтын кезде. Ал бұл балалар болса да әйтеуір резонанс тудырып айтып жатқандығы. Демек, бәрібір де ұлдардың санасында олар айта алатындай жағдайда сияқты соған қарағанда. Өйткені жақында тағы да болды. Бастауыш сыныптың баласына мана зорлық-зомбылық көрсеткен. Бастауыш и 18 бала мешіттің территориясында болған жоқ. Иә, ол да бар. Алматыда. Айта алатындығы да бізді қуантады, және біздер мен осы жерде нені айтқым келген, мұғалімдерді біз ұмытып кеттік. Айтты. Мұғалімдер, осы кезде, мысалы біз айтқан кезде, мен бір жақында бір оқиға естіп, мектепте психолог, осы біздің Атырау облысының бір ауылының қызы, 9-шы сынып оқиды, өзіне 11-шы сыныптың баласы тиіседі екен. Кәдімгі үйінде ешкім болмайтын біледі, ауылдық жер бірмен жұмыстан еді ғой. Жұмысқа кеткен кезде есікті қағып кәдімгі келеді екен. Аш есікті мен деп қорқытады. Сөз бұл енді психологқа айтпайды ма өзінің сырын, осылай да осылай, маған тиіседі, мен қорқамын деп. Не болған дейсіздер? Келесі күні бүкіл мектеп біледі дейді. Және сол мектеп білгенмен қоймай, апай бүкіл класстың өзінше қызға ұрысқан ғой. Сен дұрыс жүр, өзің шошаңдап жүрген боларсың, осындай деп ұрысқан. Мен ананы естіген кезде кәдімгідей прям айтқан, былайша айтқанда ашуландым бар ғой. Соншалықты сауатсызбыз ба деген. Сонда ол қыз не істеу керек дейді. Бізде осы жерде бар ғой, бір проблемадан бір проблема беріп, мектептің мұғалімдерін сауаттандыру керек. Осы жөнінде бар ғой, курс ашып деп идея тастап. Енді менің түсінігімде ол әр отбасы ол жалпы кішкентай мемлекет отбасыдан басталу керек та, манағыдай. Сіздің барлық шәкірт болсын, мұғалім болсын, директор болсын, жұмыстасың болсын, барлығы да біреудің баласы, біреудің анасы, біреудің әкесі. Ал бұрыннан бір программа шықты ғой НТК-дан. Фингалмен келіп отырады мұғалім, ал оның күйеуі сол дәріс алатын оның студенті негізі. Кейін ол сол бәрін көзінше айтады, мана бәрі сұрап жатыр, апай не болды көзіңізге деп ол айтады. Мен негізі түсіндім, әйел адамның орны бір саты төмен екен, оказывается, біздер барлығы тілден табады екенбіз ғой деп етіп төмен қарап отырады. Ал күйеуі, получается, студент, ол мәз болып бәрін айтып тұрады. Я, апай, сіз айтсаңызшы, не үшін көзіңізге фингал алдыңыз деп, өйткені өзі ғой салған оны. Сондықтан да ол манағы мұғалім үйінде өзінің күйеуінен таяқ жейтін мұғалім мектепке келіп қыздарға харассмент туралы айтыңдар деп айта алмайды ғой, өйткені ол өзі айта алмайтын адам. Демек, оның да подсознаниясында провокация жасайтын әйел, тілінен табатын әйел, шошаңдайтын қыз бала, юбкасы кішкентай, қысқа деген нәрсеге алып келеді. Цепочка дейсің. Цепочка солайынан кетеді. Қазір менің бұрында болды, бұрын биология сабағына пәндеріне осы жыныстық тәрбиені қосу керек деген нәрсе айтылады. Ол болған кездерде болды негізінен. Бірақ кейін, қалай деп айтсақ, национал патриоттар дейміз ба, немесе манағы ұлттық мүддені қорғайтын адамдар дейміз бе, солар қарсы шығып алғызып тастады. Ал бірақ та сайып келген кезде 5-6 жастағы бала егерде оның әурет жерін біреу ұстады деп айту үшін ол қай жер екенін білу керек та. Ол
ата емес, ол айтпайтын ұстамайтын жер емес, немесе лас жер емес, ол көз, құлақ және де менің манағы жыныстық мүшем деген ой қалыптаспайынша ол еш нәрседен шықпаймыз. Мен осыған қатысты бір история естігенмін неден, врачтан. Инстаграмда бар, я. Это получается, женщина говорит, у нее есть такая история, есть девочка, ее половой орган мама называла печенькой. Наверное, есть такая я. И половой орган печенька деп айтқан, и әкесі оған оказывается қызды насиловать ететін болған. Туған әкесі. Я, туған әкесі. И она-то не может сказать, что это такое. И вот отец трогает мою печеньку деп айтатын болған ба, сондай случай болған. И как-то так они упустили этот момент только из-за того, что эта девочка не знала, как что называется половой орган бар, өзінің аты бар екен, что это неприкосновенно, ешкім ұстамау керек екен. Она не знала, печенька как-то. Мама сказала, окей, деген сияқты. Құттай қыз қайдан біледі ол. Так что надо детям прямо говорить с детства. Да. Ата-аналарға әр нәрсені өзінің атауымен атау керек екен. И это не я, мы родились такими, это наша физиология. Ер балаға да, қыз балаға да айту керек. Жалпы соңғы кезде бұл тақырып көп қозғалады. Мен өзімде мысалы ана жаққа барамыз, ана қалаға барамыз, сол кезде ортамыз бар ғой, достарымыз бар, астаналықтар, алматылықтар жиналған кезде, қыздармен жиналған кезде мен әдейі осы тақырыпты қозғаймын. Қалай ойлайсыздар? Конечно, бәрінде ондай нәрсе болған. Бәрінде болады, иә. Қыз баланың 90%-ында бір Айнаш секілді кішкентай нәрселермен құтылып кеткендер болмаса, прям 90%-ында бар. Олар бәрі сонымен өтеді. Бізден де асып жатқан. Әрине. Осы жақында мен мына нәрсені естігем. Былай айтады да, бір танымал жұлдыздан интервью алып жатыр Ресейде. Сосын сіздер айтты, сізді бала кішкентай кезіңізде зорлағанын неге сіз бүгін айтып отырсыз дейді. Жасыңыз 30-ға келгенде дейді. Бұл хайп қой дейді да, былайша қараған кезде. Қазір бәріңіз сондай бір жертваның рөліне кіріп алып, өстіп айтасыздар, чтобы адамдарды жинау үшін жоқ дейді да. Сіз білесіз бе дейді, осыдан 10 жыл бұрын әлеуметтік желі болған жоқ дейді. Біз қайда айтарымызды білмедік дейді. Мені телевидение шақырып, қолыма плакат ұстап алып, пресс-конференция бермесін. Мені осындай зорлады деп айта аламын ба дейді. Тыңдамайды ғой мені дейді. Редакция қиып тастайды. Қазіргідей мүмкіндік жоқ қой. Демек, шынымен де біз қазір ғана қолымыз жетіп жатыр. Бағанағыдай мөлдір айтқандай, балалар қазір айтып жатыр дейді. Расымен де қазір мүмкіндік бар да, кішкене болсын айтуға. Осы нәрсені жеткізуге, бұрынғыға қарап. Но также не стоит забывать, что есть такие случаи, когда люди говорят, что вот их насиловали, все дела. На самом деле оказывается, что ничего такого не было. Потом из-за того, что вот таких случаев массово, когда на самом деле ничего не было, да, истинные жертвалар көрінбей қалатын случайлар көп қазіргі кезде. Вот это вот плохо. Ол жаман және мынау жаман да. Бір сондай 2-3 ситуацияны алады да. Соны ғана мысалға келтіре береді. Мысалы, әйелі өзі жаман болған. Прецедент жасай береді соған. Сілтеме жасап, осы нәрсені айтады. Ол да мысалы қоғамның бір нөмірсі. Картинка көрді да, мән картинка. Айтады да, мен таксистпен сөйлесіп отырамын дейді. Күлкілі емес, әзілдеріне күліп. Что он только не забрал меня, не расчленил, не убил, дейді ма? Бір жаққа өтпеу үшін. Расымен ғой, мен постоянно таксия мінгенде түрі қорқынышты адам болса, және өзім түнде мінсем, сразу деп, қай жақтансыз? Атыңыз кім? Бастаймын да әңгімені. Қайтса да сөйлескім келмейді ол кісімен. Қазіргі уақытта мысалы енді Яндекс шықты, солай барасың, бірақ дегенмен бір андай жағдайда мүмкін қалғанда өте қатты. Много случаев, когда Яндекс таксисттері тоже совершали. Сен сұрап керісінше сөйлеседі екенсің, иә? Бірақ менің солай сөйлесуімді менің жырбақайлығым деп түсіндірген маған бір адам болды. Ол айтады, сен таксиге отырсаң, өзің демек сөйлескің келетін болып тұр ғой, ол таксистпен. Демек, сен провокация жасап тұрсың ғой, ол кісі сен танысқысы келіп отыр деп ойлауы мүмкін ғой деді да. Көрдіңіз бе, біздің түсініктеріміздің айырмашылығы деп айтайыншы. Дұрыс айтасың, мына біздер Яндекспен мысалға Диди дейін деп жатырмын. Яндекс такси, кейін индрайверлар шықты да. Ойлайсың ғой, қауіпсіз сенің местоположениең көрініп тұрады, история заказы тұрады, барлығы бар, бірақ та
мына анонизммен айналысатын таксисттер, басқа жаққа алып кетіп, мына шынымен де бөлшектеп тастайтын таксисттер, немесе жай ғана саған сөзбен менталды түрде саған харасмент көрсететін таксисттер қаншама. Ол мектеп кезінен басталады ғой, өйткені жаңағыдай қарындас жасыңыз нешеде деп, сен 12-де екенін көрініп тұр да түріңнен, бірақ саған қарындас жасың нешеде деп сұрайды ғой сенен ол жерден. әкеңді ядым, атаңды ядым. Атаңдай. сол кезде сен ол кісі ұялмайды, сен ұяласың ғой бірінші. Әрине. Өзіңді кінәлі сезінесің. Даже қазір просто таксия отырасың и там әкеммен қатар кісі, одан да үлкен кісі отырады, иә? Сосын сенмен прямо андай флиртовать етіп сөйлесіп отырады ғой. Мне так плохо становится, мне так, не знаю, неловко. Просто ты, блин, как мой отец по возрасту, даже старше намного. Я, ол да біреудің әкесі, онда явно қызы баласы бар кісі. Неужели они не могут включить свой мозг? Кейін ең бірінші признак деп айтайыншы, мысалға өзіңнен 2-3 жас үлкен адам сөйтіп сөйлеген кезде саған ол қызым деп сөйлеу керек та, бірақ ол саған қарындас деп сөйлеген кезде уже подмена понятия жүріп жатыр деген сөз да, бірінші сигнал. Қайда қарындас? Это какая женщина должна быть, чтобы вот такая разница в возрасте была? Даже интервьюге қорқып, жігіттің суретін қойып, атын жігіттің атымен өзгертіп қойғанмын. Енді қабылдағанда, бірден жігіт деп ойлап қабылдасын деп. Енді басқа ойы жоқ болса, ойы болса ол қызды қарайды ғой. Әдемі қызды таңдайды еще, иә. Мен әдейі жігіт қойғанмын. Звондаңыз, ассалаумағалейкум дейді ғой. Сәлеметсің деп. Ай-яй-яй деп сөйтіп не істейді. Енді бұл да бір қорғаныстың түрі деп өзімше ойлаймын енді. Әрине. Менде таксиде бір случай болған, бір жағдай. Университетте оқып жүргенде енді 100 теңгеде жиналып барамыз. Қасымда бірнеше адам отыр. Сөйтіп қарап отырмын, ол кісі орташа жастағы кісі айнадан бүйтіп қарай береді маған. Енді оны сезеді ғой әр қыз. Сосын ол кісі қарамай отырып ойлайтындап жаңағы отырып. Сосын бір мезгілде қарындас ақша беріп аласыз ба деді. Сосын жаңағы беріп жатқан кезде менің қолымды бүйтіп сипап тұрып алып тұр да. Ол деген енді айта алмайсың да, қасымда, оның қасында 3 адам отыр. Ол кісі мән беріп те отырған жоқ. Мен ана жерде тұрып не қолымды сипайсың деген ғой. Ол айтуы мүмкін, ол тиіп кетті қарындас. Жынсың ба деп өзіңе жауап тастауы мүмкін ғой. Газлайтинг. Үйге барып мочалкамен жудың ба қолыңды? Қолым бөлек шарып қойды. Менің қолым Проветривать етіп дейсің ба? Бізге қазір күлкі ғой, былай қарасаң, қандай урон. Күлкілі болған жоқ, қатты ашуланып, намыстанып, неше түрлі жылағым келіп. Просто согласитесь, қыздар, каждый раз таксия отқанда мы садимся с опаской. Это факт. Бізде Молдияр деген ағай бар ғой, Фейсбукта. Ергебеков. Сол кісінің маған бір айтқан қатты сөзі ұнады. Біреуді басына түскен жағдай дейді, сенің де басыңа түседі дейді. Мысалы, адамның күні адаммен емес, мысалы айтайық, Айгерімді күйеуі ұрып жатыр. Сен қарап отырма дейді, Айгерімді ұрып жатыр ғой, мен емес, өздерінің арасы деп. Кіріс, өйткені оның басындағы жағдай сенің де басыңа келуі мүмкін. Түсіністікпен қара деген. Да. У наших женщин, бәріне демей ақ қояйын, но есть такой распространенный случай, бастарына сұрау сияқты эпизодқа тығып алады. Если со мной этого не происходит, значит этого нет деген ұғыммен өмір сүретіндер бар. Бірақ просто женщины, если с вами такого не происходит, это не значит, что этого нет. Это есть. И қыздар бір-бірін қолдау керек. Когда мы наконец-то дойдем до такого, чтобы мы все друг друга поддерживали. Это круто. Вы же видите, как мужчины друг друга поддерживают? У них прям мужская солидарность просто. У них, да, просто на таком левеле просто. Жалпы ұлтымыз біздің ұлдарды қатты бағалайды, Иә. кездестір ғой. Әрине. Даже кейде үлкен апайлар болады. Мысалы, мен естідім. Менің апайым дейді, ұстазымыз, ұлдарды қатты жақсы көреді, қыздарға тиісе береді дейді. Сексист апайлар бар ондай. Деп сөз айтады. Сұмырай. Ұстап жүр, бірдеңе, сен бірдеңе деп айтады да, ал ұлдар басқаша қарайды. Ұлдар мысалы кешігіп қалса, оларға кешіреді, ал біз кешігіп қалсақ, сол үшін кәдімгідей ол кісінің алдында кінәлі боламыз. Мысалы, қазіргі қоғамда енді ашық қоғам ғой, бізде айтуға оңай, өзім университет бітіріп кеттім да, мысалы, дегенмен қазіргі уақытта қыздар коллективін топ болып жиналып, сол апайдың сен арыз жазу керек та. Бірақ осы арыз жазған кезде қаншалықты қаралады университет тарапынан деген сияқты нәрсе ғой, иә. Сен өзіңе кері айналып келеді, бумеранг болып. Қараңыз, университетте сіз оқып жатсыз, бірінші курста сіз үндей алмайсыз, енді себебі бірінші курс ол диплом алу керек қой дейсің. Одан кейін сіз өзіңіз оқып жүріп, мысалы, сіз барып айта алмайсыз ғой, менің ұстазым мынандай деп.
себебі сіз оқудан шығып кетуі мүмкінсіз, ал сенің осы күнге дейін төлеп келген ақшаң қайда, уақытың қайда кетіп кетеді, сол үшін мысалы үндемеуі де мүмкін ғой көбі. біз бүгін әр нәрсенің басын бір шолдық қой, былай бір көп нәрселер айтылмай қалған шығар, мысалы кейбір нәрселерді айта алмай қалған шығармыз, бірақ біз келесі шығарылымдарда міндетті түрде сіздермен бұйырса деп ойлаймыз, көрісеміз, подкаст аудио тыңдайсыздар. Жалпы біздің мақсатымызды кішігірім түйіндеп айтып шықсаңдар әрқайсысы. Дамыған замандамыз, қыздарға да ұлдарға да біздер адамзат деп қарап жатырмыз ғой. Негізі қыздар туралы көбірек айтқанмен де біздер кеміс тұсын көтеру арқылы теңестіруге алып келеміз деген үміттемін да. Қандай жағдай болмасын айту керек. Айтыңыздар, сіздердің тіліңізді ешкім кеспейді, басыңызды ешкім жұлып алмайды. Біздер сол сенімділікке қол жеткізгенде қана мемлекет те бізге құлақ асатын болады, адамдар да білетін болады. Бір-бірімізді сыйлау арқылы, адам ретінде қабылдау арқылы мақсатымызға жетейік. Ең бастысы қорықпаңыздар, өздеріңіздің тұлға екендеріңізді сезініңіздер, осы өмірде өздеріңіздің орындарыңыздың бар екенін, жоғары екенін түсініңіздер. Осы Енді қорықпен түсінемін, қорқынышты, және біз патриархалдық қоғамда өмір сүреміз. Біздің ойымызға ең бірінші келетін нәрсе ол менен өзімнен бар деп айтатын нәрсе. Мен мысалы өзімде таксиге мінген кезде, егер де мен клубтан шықсам, көңіл көтеріп келе жатырсам, бірден ол таксист тиісетін болса, менің ойыма келетін ой, менен көреді ғой деген. Маған сенбейді ғой адамдар менің таза екеніме, менің оған ешқандай флирт, яғни бір жаман ойым болмағанын деген секілді, артық ойым болмағанын. Бірақ адамдар бар, қоғам сәл болсын дамып келе жатыр. Сондықтан осындай жағдайды көрсеңіздер, біреудің автобуста, аялдамада, әурет жерінен ұстап тұрғанын білмеймін, жамбасынан, омырауынан, тағы басқа қандай жаман көзқараспен қарағанын, әлде болмасын қыздардың болмасын ұлдардың тіпті қандай да бір зорлыққа ұшырауға мүмкіндігі бар екен ұшырағаным болса, басқа бір ойға салынбай, таза адам ретінде оның қыз, ол емес адам екенін көріп, қолдаңыздар деп айтқым келеді, және қорғаңыздар, айтыңыздар, жай ғана қарындасың болған үшін емес, апаң болған үшін, адам болған үшін. Және тағы бір нәрсе, ол біздің подкастты Я от себя добавлю, чтобы и девочки, девушки, вообще женщины, мужчины, мальчики, все слушали свой внутренний голос. Если вы чувствуете какую-то опасность, как правило, природа так заложена, интуиция нам всегда об этом говорит. Но мы почему-то этот голос внутри всегда глушим как-то, не прислушиваемся. Я хочу сказать, чтобы вы прислушивались всегда к своему внутреннему голосу. Если вы чувствуете опасность, уходите из этого места. Если вы хотите сказать «нет», говорите «нет». Пожалуйста, научитесь говорить «нет». Для некоторых девушек, вообще для некоторых людей говорить «нет» может быть сложно. Но это возможно. Первые, может, несколько раз будет сложно, но потом можно привыкнуть. И если ваши личные границы нарушают, либо же вашу неприкосновенность к нему посягнули, что-то с вами сделали, запомните то, что вы не виноваты, виноват тот человек, который сделал такое действие в вашу сторону. И говорите о том, что с вами происходит, выговаривайтесь всегда, это очень важно. Вот. Рахмет, бізбен бірге болғандарыңызға, келесі шығарылымды күтіңіздер, бүкіл басыңызда.